Саламатсыздар ма балалар? Бүгін қазақ тілі сабағынан жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі бөліміндегі екінші тақырып Қазақстанның қызыл кітабы. Сабақтың мақсаты: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Жалпы балалар, әр мемлекеттің өзіндік қызыл кітабы бар. Мына суретте Қазақстанның қызыл кітабының суретін көріп тұрмыз. Қазақстанның қызыл кітабы туралы жалпы мәлімет. Қазақстанның қызыл кітабы Қазақстан Республикасы аумағында жойылып кету қаупі төнген және сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің сипаттамасы берілген арнайы басылым. 1978 жылдан шығарыла бастады. Оның омыртқалы жануарларға арналған бірінші бөлімі жеке кітап болып 1978 жылы жарық көрді. Қазақстанның қызыл кітабының екінші бөлімі 1981 жылы өсімдіктерге арналып шығарылды. Қазақстанның қызыл кітабының бірінші басылымына тіркелген өсімдіктер мен жануарлар түрлері екі категория бойынша: А категориясы жойылып кету қаупі төнген түрлер, Б категориясы сирек кездесетін түрлер деп берілді. Не үшін қызыл кітап деп аталады? Қызыл түс қауіп-қатер жайында белгі беретін түс. Қызыл кітапқа енгізілген деген сөз ақырын, абайла, тиіспе, қорға деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді балалар, барлығымыз оқулыққа назар аударайық. Қызыл кітап, мәтінмен танысайық. Қазақстанның қызыл кітабы республика аумағында кездесетін сирек саны азайып, жойылып кету қаупі бар жануарлар мен өсімдік түрлері туралы, оларды ғылыми зерттеу, қорғау, қалпына келтіру, тиімді пайдалану туралы толық мәліметтері бар негізгі құжат. Қазақстанның қызыл кітабы жануарлар мен өсімдіктер деп аталатын екі томнан тұрады. Оның омыртқалы жануарларға арналған бірінші бөлімі 1978 жылы басылып шықты. Оған омыртқалылардың 78 түрі енді. Оларға сүтқоректілерден қара кірпі, көк суыр, құндыз, үнді қайраңы, қызыл қасқыр, тянь-шань аюы, қара күзен, орта сілеусіні, шағыл мысығы, қара құйрық, үстірт қойы, арқар, тағы басқа. Құстардан алтай ұлары, қара ләйлек, кәдімгі қоқиқаз, дуадақ, безгелдек, бүркіт, су бүркіт, лашын, тағы басқа. Балықтардан Сырдария таспекіресі, Арал албырты, Каспий таспекіресі, тағы басқа кірді. Қазақстан қызыл кітабының өсімдіктерге арналған екінші бөлімі 1981 жылы басылып шықты. Оған өсімдіктердің 308 түрі тіркелді. Қызыл кітап аң құс пен өсімдіктердің белгілі бір түрлерінің жойылу қаупін, оларды көздің қарашығындай қорғау қажеттігін, оларды аулауға тыйым салғанын ескертетін белгі. Сол түрлерді сақтап қорғау ісінің бағдарламасы болып табылады. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөздердің синонимдерін жазыңдар. Сирек, тиімді, мәліметтер, тіркелді, жойылу, басылып шықты. Сирек, аз, тиімді, пайдалы, мәліметтер, ақпараттар, тіркелді, енгізілді, жойылу, қырылу, басылып шықты, шығарылды, жарыққа шықты. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Қызыл кітапқа енген аң, құс, балық және өсімдік түрлерін жазыңдар. Сүтқоректілер, құстар, балықтар, өсімдіктер. Сүтқоректілерге қара кірпі, көк суыр, құндыз, үнді қайраңы, қызыл қасқыр, тянь-шань аюы, қара күзен, тағы басқа.
Құстарға Алтай ұлары, қара ләйлек, кәдімгі қоқиқаз, дуадақ, безгелдек, бүркіт, су бүркіт, лашын, тағы басқа. Балықтарға Сырдария таспекіресі, Арал албырты, Каспий таспекіресі, тағы басқа. Өсімдіктерге кәдімгі өрік, қарашыл шүйгіншөп, бұйрал алагүл, батпақ жылантамыры, кәдімгі жүзім. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақты бекіту мақсатында мына сұрақтарға жауап берейік. Алғашқы қызыл кітап қай жылы шықты? Қызыл кітап деген не мағынаны білдіреді екен? Қазақстанның қызыл кітабы қанша томнан тұрады? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта сендер жақсы, өте жақсы деген баға алдыңдар. Қош, сау болыңдар.